Қаржы қағидалары кітабынан. Қаржылық проблемалар қалай пайда болады? Қаржылық проблемалар қалай пайда болады? Қарызға батудың, кредит үстіне кредит алуың, тапқаныңның ай соңына дейін жетпеуі, бір жылдық қауіпсіздік қорын жинай алмауың бәрі қаржылық проблемалар. Қаржылық проблемалар қаржылық емес проблемаларды ақшамен шешуге тырысқанда пайда болады. Мысалы, жұмыс деп балаларына көңіл бөлмей жүрген әке оларға қымбат. Тіпті кейде өте қымбат сыйлықтар сатып әперіп, уақытында бөлінбеген көңілдің орнын толтыруға тырысады. Тағы бір мысал. Анаңның туған күніне ерекше сыйлық жасағың келді. Ол сыйлық сенің ойыңша қымбат болуы керек. Не үшін? Мысалы, 250 мың теңге тұратын тон немесе 300 мың теңге тұратын iPhone. Қалтаң көтермесе де кредит бар ғой. Сөйтіп соны сатып ап, анаңа сыйлайсың. Анаң мәз. Сенде өзіңді бір сәтке жомарт перзент сезініп қаласың. Миссия орындалды. Бірақ мойныңда әлі төленбеген кредит бар. Оны жабу үшін енді ай сайын қосымша тер төгуің керек. Енді осы ситуацияны тереңірек талдап көрейікші. Қымбат сыйлық жасау арқылы сен қандай проблеманы шешуге тырыстың? Қымбат сыйлық жасауда проблема жоқ. Проблема қолдағы қаражатың жетпесе де, тыраштанып қарызға батып ақшамен шешуді қажет етпейтін проблеманы ақшамен шешуге тырысып, қаржылық проблемалар тудырып алуыңда. Анаңа қымбат сыйлық жасап, өзіңді жомарт перзент етіп көрсеткің келді ме? Инстаграмда бәрі аналарына iPhone әперіп, тон кигізіп, қымбат жүзік сыйлап жатыр ғой. Солардан қаласың ба? Әлде өзіңді қамқор перзент сезінгің келді ме? Мүмкін анаңның жұрттың баласы анасына ананы әперіпті, мынаны сыйлапты деген әңгіме арасындағы жасырын манипуляциясы ықпал етті ме? Анаң құрбыларының алдында өзін бейшара сезініп қалмасын, жұрт оның да баласы бір нәрсеге жарайтынын білсін дедің бе? Жалпы анаңмен қарым-қатынасың қандай? Сол сыйлық сыйланбай қалса не болады? Егер өзің сол үшін кінәлі сезінсең, қарым-қатынаста бір нәрсе дұрыс емес деген сөз. Ал бұл қаржылық емес проблема. Оны ақшасыз шешу керек. Біз ақшаны барлық мәселені шешетін зат деп көреміз. Мысалы, көңіл күйімізді көтеру үшін, өзімізге деген сенімімізді арттыру үшін, немесе басқаларды басқару үшін ақша жұмсаймыз. Біз ақшаның көмегімен эмоционал жарақаттарымызды жамауға, өзгелердің құрметін, қошеметін сатып алуға тырысамыз. Нәтижесінде ақшаны өте маңызды нәрсеге айналдырып аламыз. Ал ондай маңызға ие болмаса, біреуге бір нәрсе дәлелдеу үшін, өзіне деген сенімін көтеру үшін қымбат көлік алып, қымбат пәтер жалдайтындар, бизнес класспен ғана ұшатындар бар. Жақсы, бір рет көтердің, дәлелдедің, бірақ бұл әдет қой, үлкен күшке ие әдет. Түбі сен тақырға отырғызатын әдет. Қайталап айтам, сенің қанша табатының маңызды емес, қандай қаржылық әдеттерің бар, сол маңызды. Сен үнемі қазіргідей ақша таба бермейсің. Сенің әлі негізгі қаржылық мәселелерің шешілмеді. Мысалы, 1 жылдық, сосын 3 жылдық қауіпсіздік қорың жоқ. Қала берді ақша саған жұмыс істейтін, яғни өміріңнің соңына дейін жұмыс істемей, арқаңды кеңге салып жүретіндей деңгейге жетпедің. Сол үшін қазірден үнемдеуден үйрен. Ал үнемдеу қаржылық емес проблемаларды ақшасыз шешуден басталады. Тегін дофамин деген түсінік бар. Дофамин бақыт гормоны. Балаңа қымбат сыйлық алып берудің қажет жоқ. Онымен бірге 1 сағат ойнасаң, сол жеткілікті. Тегін. Бала үшін одан асқан бақыт жоқ. Сен де өзіңді әке ретінде бақытты сезінесің. Айтпақшы, бала үшін ең күшті ойыншық қарапайым ағаштың шыбығы екенін білесің бе? Ол оны ат қып міне алады, мылтық қып қолдана алады. Қысқасы, оның қиялына қанат бітіреді. Тегін, бірақ пайдасы зор ойыншық. Тегін дофаминді жұбайыңмен сырласып, уақытты сапалы өткізіп ала аласың. Соның өзі қымбат сыйлық түсінгенге. Суыған сезімді ақша емес, жылы сөз, жылы құшақ жылыта алады. Ата-анаңа қызмет қылу тегін. Сарыағашта тұратын бір жігітті білем. Күнде анасының аяғын жуады. Анасы да оған разы, дұға жасап отырады. Біле білгенге бұл кез келген iPhone-нан қымбат сыйлық. Балам iPhone әперді деп және балам күнде аяғымды жуып қызметін жасап жүр деп мақтанып отырған екі ананың қайсысы бақыттырақ деп ойлайсың? Қайсысы сенің ізгі сезімдеріңді оятады? Қайсысы сенің мойныңа салмақ түсіреді? Кітап оқу, сол арқылы біліміңді арттыру тегін. Әлемнің бар білімі интернетте тегін тұр. Білгеніңді бөлісіп, халыққа қызмет етуде тегін.
осылайша жоғарыда айтқан құрмет, абырой, қошеметті тегін сатып алуға болады емес пе? Сөйтіп, өзіңе деген сенімің де артады, тегін. Еврейлердің егер проблеманы ақшамен шешу мүмкін болса, ол проблема емес, шығын деген нақыл сөзі бар. Ақшаны қажет етпейтін проблемаларымызды шешу үшін қаншама шығындалдық. Бір нәрсені анық білемін, қаржылық емес проблемаларды ақшасыз шешуді үйренгенде, қаржылық проблемаларың да шешіле бастайды. Ойланып көрші.